Жомылмасқа? Иә, соны айтам. Ал кеттік. Шешін, не қып тұрсың? Қара мұны. Бұзықтаусың ба? Осындай қыздарды жақсы көрем. Міне шешініп жатырмын. Не? Ей, қайда кеттің? Сен келістің ғой. Жай ғана шайынып шығаламыз. Неге қарайсың? Күнде таңертең пошташын асыға күтем. Аполлинер айтқан. Қос нүкте тырнақша. 4 күн сенен хабар жоқ. Тоқтай тұрыңыз, асықпаңыз. Ертең хат алғым келеді. Шатасып кеттім, үлгермей жатырмын. Тоқтаңыз. Аполлинер айтқандай қос нүкте тырнақша. Қос нүкте тырнақша. 4 күн сенен хабар жоқ. Сенен хабар жоқ. Сенен хабар жоқ. Бұл тек өзіне қатысты екенін қалай түсінбейсіз? Жоқ, түсінбеймін. Бер әкеліңіз. Түсіндірсеңіз берем. Бұның несін түсіндіресің? Ол бір кісімен хат жазысып жүр. Хат жазысып? Ол кім? Кім? Әдетте әйелдер. Жоқ, шын айтам, ол кім? Көбіне бір әйелмен, Элеонорамен. Қандай Элеонора? Ол қайда? Мұнда төбе көрсетпейді. Эпистолярлық байланыстың ерекшелігі де осыда. Олар бір-бірімен тек хат жазысады, тек пошта арқылы араласады. Түсіндім бәрін. Көк хат қалтадағылар ма? Мақты екен. Пистолярлық байланысы бар. Ал сіз ше? Сіздің жігіттеріңіз қайда? Ал Альбер Бағбан ше? Оның не қатысы бар? Мен бәрін байқап жүрмін. Ол сізден көз алмайды ғой. Дұрыс па менікі? Рас па жоқ па? Қойыңыз, бұл күлкілі емес. Ол сізге көрсетті ме? Нені? Өзінің қиярын. Ұйықтап отырмын ба? Альбер. Жақында өте жуық арада. Қап. Ей, не болды?